Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай, жақсыздар ма? Алғаш рет діни қызметті бастаған мешітіме келе жатырмын қазір. Мінекей сәкең, саламат деген бауырым, досым. Бұйырса қазір алғашқы мешітіме, діни қызметті бастаған мешітіме келе жатырмын. Ар-Рахман деген мешіт бар осы Ақтау қаласында. Қалампас дейтін дача. Осы жерде алғашқы діни қызметімді бастағанмын. Осы жерде Айдос дейтін ұстазымыз бас имам болды, соның қарамағында қоластында жұмыс жасадым. Достар, мінекей мынау Ар-Рахман деген мешіт. Ақтау қаласының тұрғындары, Маңғыстау облысының тұрғындары барлығы біледі бұл мешітті. Алғашқы 2012 жылдан бастап осы жерге діни қызметке араласып бастадым. Осы жерде Айдос және Юнус деген ұстаздарым болды. Солардың қарамағында, қоластында тәлім тәрбие алып, діни білім алып, солай дінге араласып бастадық. Алланың қалауымен. Осы ұстаздарымызға Алла разы болсын. Қазір енді осы жерге Юнус дейтін ұстазым бас имам болып келіпті. Машалла, машалла, какие люди в Голливуде. Мінекей Юнус дейтін ұстазым. Ассаламалейкум. Қош келдіңіз. Жақсы. Ұстаз, қалайсыз? Алхамдулилла. Денсаулығыңыз? Өздеріңде бар. Машалла. Қош келіпсің. Алла берекет берсін. Алла береке берсін. Әмин. Бәріңізді жақсы көреміз. О, Камал аға. Машалла, бұра Ар-Рахман мешітінің көгершіні. Машалла, машалла. Бұл кісінің палауын жемепсіз, бұл дүниеге келмепсіз. Бұл кісінің қуырдағы палауы енді бүкіл Қазақстанда бұндай палау жоқ шығар еш жерде. Машалла, Алла берекет берсін. Достар, кезінде мен осы паническая атака, неврозбен қатты страдать етіп ауырып жүргем. Менің ұстазым Юнус дейтін. Осы кісі 10 жігіт болып, дем салып, ой, керемет, ем-домдар жүргізді. Алла разы болсын. Жамағат болып, маған емме ақша жинап берді. Менің кітаптарымды сатып алып, қарыздан құтқарды. 2,5 миллион теңгеге алдыңыз, ұстаз, кітаптарымды. Бүкіл кітаптарымды, әйтеуір, Алла разы болсын. Қарызға баттым ғой, сол кезде ауырып жүргенде. Осы кезінде неврозбен, тревожный расстройство, депрессивный расстройство мен ауырып, қатты қиналып жүрген кезде Алла разы болсын, осы ұстазым қол ұшын беріп, қолдап, осындай ұстаздарымыз аман болсын. Келіп, көңілді әңгімелер айтып, күлдіріп, өзім настроением жоқ, ауырып жатырмын. Бұл кісі, тұр орнынан, жассың, давай деген сияқты бір қызықты әңгімелер айтып, күлдіріп, біраз сөйткен жайы бар. Бір кісілер сол кезде уағыз айтып, өлейін деп жатқан шығарсың деген сөздерді айтқан адамдар болды. Машалла, ұстазымызға Алла разы болсын. Юнус дейтін ұстазым. Еліміздің тәуелсіздігі, егемендігі тұғырлы болсын, ұзағынан болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, бүгінгі мереке құтты болсын. Мерекеге бір нәрсе айтсаңшы, ұстаз, бір жақсы дұғай сөзіңізді өзіңіздің. Негізі мына тәуелсіздік мерекесі бар ғой, біздің енді Алланың бізге бекіткен 2 айт мерекесі бөлек қой ол енді. Бірақ мына адамдардың өздерінің әрқайсы мысалы елдердің мерекелері бар ғой енді. Осы тәуелсіздік мерекесі негізі біздер үшін ең үлкен мереке болып саналу керек. Алланың айт мерекелерінен кейін да. Басқа мына мысалы жаңа жыл бола ма, Наурыз бола ма, тағысын тағы мерекелер бар ғой. Олардың көлеңкесінде қалып қоймау керек мына тәуелсіздік. Дұрыс. Себебі мына тәуелсіздік деген күн бар ғой. Муса алейхиссалам еврейлерді Фирғауыннан құтқарған кезде соның шүкіршілігі еврейлер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кезіне дейін білесіздер, сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мәдинаға барған кезде ораза ұстап жүрген болады Ашура күнін. Сіздер неге ораза ұстап жүрсіңіз дегенде, біздің осы күні Фирғауыннан ата-бабаларымызды Муса алейхиссалам құтқарған, тәуелсіздікке жеткізген күн дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не дейді? Муса алейхиссаламға сізден қарағанда біз жақынбыз дейді. Біз де ораза ұстаймыз дейді. Біз де сол күнді шүкіршілік етеміз. Яғни тәуелсіздік күні діни тұрғыдан да өте қатты бағаланған, қадірленген сондай қасиетті күн. Біз де қастерлеуіміз керек. Өте үлкен нығмет, себебі ата-бабаларымызды Алла Тағала сондай нығметке бөлеген, тәуелсіз өз дініңде ерікті түрде, еркін түрде ұстануыңа мүмкіндік беруі. Ол керемет
тақырып, ол керемет нығмет. Сол үшін әрдайым бағалаңыздар. Алла береке берсін. Алла разы болсын, рахмет, машалла. Рахмет ұстаз.